Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын, әрі ерекше Тбилиси деп аталатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы салат қандай да бір мерекеге арналған дастарханыңызға ерекше көрік берері сөзсіз. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызыл пиязды қиғаштап ұзынша турап шығамыз. Салатқа керекті барлық ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Туралған пиязымызға бір үлкен қасық сірке суын қосып араластырамыз. Келесіде піскен етті ұзыншалап тураймыз. Мен әрдайым сиыр етін қолданамын. Туралған етімізге бір үлкен қасық зәйтүн майы, 3 үлкен қасық соя және бір үлкен қасық дәмдеуіш қосамыз. Менде дәмдеуіш үй жағдайында дайындалған, сіз етке арналған немесе басқа да дәмдеуіштермен алмастыра аласыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін дәл солай қызыл тәтті бұрышымызды ұзыншалап турап аламыз. Кейін піскен қызыл бұршағымызға барлығын қосамыз. Қызыл бұршақты өздеріңіз пісіре аласыздар, немесе мен сияқты дайын банкадағын да қолдансаңыздар болады. Және орташа туралған грек жаңғағын қосамыз. Және ұсақтап туралған кинза қосамыз. Және соңында дәміне қарай тұз, қара бұрыш және зәйтүн майын қосамыз. Тбилиси салаты дайын. Сіздерге және жақындарыңызға ұнайды деген үміттемін. Дәмі өте ерекше, әрі өте тойымды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда каналымда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.